Так, 12-ші ауыл деген осы ма екен? Ойбай, 14-ші ауыл екен ғой. Так, 14-ші ауыл осы, походу. Так, иә, телефонда туристік картада көрсетіп тұр осы жерді метка. Так, енді бізге үй сатып алу керек. Так, опа, үй сатылады 64 изумруд па не мына жақта, ё-моё. Вообще, изумруд дейді мына жақта. Так, мына жақтан катернаға кіріп, сұрастырып көрейік. Так, ассаламағалейкум, братан, мына жақта не еді? Үй сатылады деп сіздер сатып алайын деп едім. Болды, келе бер. Так, мына үй 64 изумруд екен, бірақ та менде изумруд емес, мынандай кәдімгі ақша еді, бола ма осы? Бола береді. Осыны берсең де бола береді. Жарайды. Так, мына жақта тағы бір үй сатылып жатыр екен, осыны бір сұрастырып көрейін, жарайды ма? Жарайды. Бір айналып келем десе, в общем, иә. Бір айналып келем. Так, мына жақта көріп келем барып. Так, мына жақта да изумруд дейді. Так, ассаламағалейкум, житель, мына жақта үй сатылады депсіз, осы үйді алайын деп едім мен. Уағалейкум ассалам, атың кім болады, бауырым? Менің атым Олжас болады. Жаңадан келген ютубермін, негізінде ютубермін. Және де осы жаңадан келіп едім, үй сатып алайын деген осы ол. Жарайды. Мына үй негізінде 64 изумруд, қолында кәдімгі ақша екен. Бірақ кәдімгі ақша болса да бола береді. Осы mesela скидқа қалып 32 ақшаға сатам, давай ма? Болды ғой, братан, сатам десеңіз 32 десеңіз 32-ге. Так, қазір беріп қойайын ба? Иә, қазір беріп қойсай. Жарайды, қазір беріп қойайын. Так, мінекей, алыңыз. Сізден бірдеңе сұрасам болады ма? Сұра бер, ұялмасай. Не ғой, мына үйден неғып кетіп жатсыз, или көшіп баратсыз ба деген сияқты ғой, не себептен сатып жатсыз деген сияқты ғой. Мына үйді сатып қалаға көшіп жатқан бұл, қалада сол өзімнен жұмысым қалада ғой, қалаға жұмысқа тұрып ем, сол қалаға көшу керек болып тұр ғой сол. Жарайды, онда сіз мебельдермен сатасыз ғой ананы? Иә, мебельдермен ғой. Соған әдейі сен жаңадан келген ютубер екенсің, скидка жасап берейінші деген ғой. Жарайды. Бопты, жарайды, онда салғаныз, мен қазір ауылда бір айналып көріп шығайын деген ғой. Жарайды. Не ғой, ютуб каналды берсей тіркеліп қойайын мен. YouTube каналым аты Олжас КЗХ десеңіз шығады ғой, тіркеліп кетесіз ғой, иә? Видеоларға лайк басып деген сияқты. Болды, лайк басып, комментариям жазам ғой. Сен де көріп отқан, қарай бермей, лайк басып отсың, сен де ана тіркелбей қойы. Жарайды, камерам көріп қойдыңыз ба? Ой, менің көзім үшкір ғой. Жарайды, бопты, мен ауылды көріп келейін барып. Айтпақшыдай. Барлықтарыңа ассаламағалейкум достар, сендермен біргемен Олжас достар. Біз бүгінгі видеода жаңадан ауылға көшкен болатынбыз достар. Достар, неге андай бұрынғы ауылдан көшіп кеттің десеңіздер, ол бір проблемалар болып қалды. Енді ол проблемаларды айтпай қояйын, жарайды. Ол өте ауыр проблемалар, проблеманы айтқым келіп тұрған жоқ негізінде айтқанда. Так, жарайды, онымен танысып отырайық. Мынау мэрдің үйі секілді, мэрдің үйі, церковь,ошым біздің ауылдан аумайды ғой негізінде. Айтпақшайын, мына огород менікі мекен, или басқа бір өтік ма, сұрай салайыншы. Так, братан, мына огород ше, осы үйдің жанында тұрған огород сіздікі ма? Иә, менікі ғой. Онда мына 32 ақшаны алыңыз, огородтың ақшасы огородтың сатып алайын. Адам жарайды, керек бізет, бірақ қоя бер, жарайды, ала берейін, мына огородты салсу керек деген сияқты. Иә, түсінем ғой, түсінем. Так, жарайды, барлығын алып алыңыз, мен де алынып кетті ғой. Так, жақсы, сіз қашан болса сатасыз? Мен мына жерден өзімнің заттарды алып алайын, сосын сатам, жарай ма? Сен оған дейін бір айналып келсей. Жарайды. Достар, мінекей, мен өзімнің жаңа үйімді алған болатын. Жаңа үй, жаңа ауыл, өте керемет достар. Егер де достар видео ұнап жатса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ал ендеше мен қазір камерамды сәл зарядке қойып алайын, сосын видеоны қайта жалғастыратын боламын.
50%-тей жетіп қалар, я. Так, ей, барыңыз, сәлем тағы да достар, мінекей видеоның жалғасы. Қазір камераны зарядтап алдым, ана житель кетіп қалды, заттар көтерісіп, ана жерге дейін апарып тастаған болатынмын, жолдың басына дейін. Так, ал енді мынаны сындырып тастайық, хоп етті сындырайық, мынаны лаваға тастай салайық, мынаны. Так, бұлайынан сәл істейік, айтсем лаваға түспей қалады. Все болды, өртеп тастадық. Так, ал енді мына жерде біз өзіміздің заттарымызды осылайынан салып қояйық, нанды салып қояйық, удочканы салып қояйық, ақшаны саламыз, телефон өзімізде бола берсін, кирканы и балтаны осылайынан салып қояйық. И сосын мына жерде ескі сағат, мынау менің ескі сағатты қойып қоюымыз керек. Қайда қойсам болады бұл ескі сағатты? Мына жерге қояйық. Мына ескі сағат енді қазір 1-2 сағаттан соң маған мебельдер келеді. Мебельдерге заказ беріп қойған болатынмын. Ал енді сол 1-2 сағаттан соң келеді. Сол мебельді күтіп отырмын. Сосын 1-2 сағаттан соң видеоны қайта қосамын. Ал қазір стопқа қойып қояйын мен видеоны. Ё-моё, мен видеоны қосуды ұмытып кетіппін достар, кешірім сұраймын. Так, мына жақта менің дос балам машинамен мебельдерді алып келген болатын. Енді сол дос балама рахмет. Так, мен енді бұларды өзіме де алып қалуым керек еді негізінде, бірақ та бұлар ауырлық қылады, сондықтан да мен дос балама машинамен әкеліп тасташы деп өтінген болатын. Мінекей мен ноутбукты әкелді. Мына ескі сағатты алып тастайық, мына ескі сағатты сындырып алайық. Все, болды, енді мына жаққа жаңадан сағат қойып қояйық. Мына жерге қояйық, аппақ сағат, керемет. Так, бізге маған қазір мына жерден мынау керек бізге. Так, мынаны опа деп сындырып тастайық. Сосын маған ағаш керек болып тұр, қабая. Так, мына жақтан ағаш алып болсам болатын шығар деп отырмын енді. Так, маған андай қарапайым ағаш керек, кәдімгі осындай дуб секілді ағаштар керек. Ана жақтан барып алып келеймін қазір. Мінекей ана жерді сындырып алған болатынмын. Бір ағаштың жетеді, ана жақта 3 ағашты мен тастап кеткен болатынмын. Ал енді мына жерге хоп еткізіп қоямыз. И сосын мына жерге нені қояйық, теледидарымызды хоп еткізіп қойып қояйық. Ал енді біз мына төсекті жылытсақ та болады. Төсек негізінде жеңіл төсек. Мына жерге бұлайынан қойып қоямын. И сосын жақта отырып алып, теледидар көріп отырамын. И сосын қайтадан барамын. Мына жаққа қойып саламын. Болды. Так, мінекей достар, біздің ауылға көшкеніміз осындай болды. Так, мыналарды тастап кете салайын. Хоппа. И хоппа, все болды, лаваға жанып кетті. Ол ескі сағат, қай заманғы сағат ол, ё-моё, керек емес та уже ол білған. Ал мінекей достар, менің осымен өзімнің кереметтей видеом аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Олжас, қош сау болыңыздар. Давайте.